Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Уважаемые участники конференции, разрешите представить доклад на тему «Духовность. Основа воспитания». Құрметті Татарстанда ғалымдар, ары қарай біз баяндамамызды қазақ тілінде баяндауға рұқсат етіңіздер. Біздің тақырыбымыз имандылық тәрбиенің негізі деп аталады. Сіздерге өте жақсы таныс деп ойлаймын. Қазіргі таңда имандылық бұл адамның қоғамдағы үлкен өзінің рухани реттеуші қасиет екенін көрсетеді. Жалпы анықтамалық сөздікте иман деген ислам дінінің ақиқаттығына сену, Аллаға шын берілу дегенді білдіреді. Бүгінгі дәстүрлі қоғамда тұлғаның имандылығы, ізгілігі, бір-біріне деген қарым-қатынасы, жастар арасындағы құрмет, үлкендерге деген ізет деген тек қана біздің қазіргі қоғамдағы діни мағынада емес, ол рухани мағынада үлкен өзгерістерге алып келіп отыр. Жалпы шариғатта, хадисте имандылық тәрбие туралы өте жақсы тәфсирлер бар. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламнан ең ғажап көркем мінезді толықтыру үшін не жібердім дегенде, ол былай деген екен: оның негізгі мінезі Құран деп. Сондықтан да қасиетті Құранда имандылық туралы көптеген ізгілік немесе адамдар арасындағы байланыс, құрмет туралы тәрбиелік өнегелер көп айтылады екен. Бұл туралы біздің жалпы қазақ халқына, татар халқына, жалпы түркі халқына ортақ Жүсіп Алсағұнның мынадай жақсы сөзі бар: түзу бастап ақ жолды кесе көрме, иман тон үстінен шеше көрме деп аталады. Демек, сол ғұламалардың айтқан сөзін қазақтың үлкен ғұламасы, діни ағартушы Абай Құнанбайұлы жақсы мынадай сөзмен айтуға болады: жүрегінде иманы жоқ адам бақылаусыз адам. Құдайдан қорық, пендемен ұял. Балаң бала болсын десең, оқыт, мал аяма дейді. Оның ең жақсы постулаты бар: толық мұсылман болмай, толық адам болмайды делген. Демек, сол кездегі жақсы ізгі өнегелердің бәрі де имандылықпен көркемделіп тұр. Сондықтан да бүгінгі таңда жастар тәрбиесінде қазақ халқында да, татар халқында үлкен проблемаға айналып отырған имандылық тәрбиесі, бұл біздің ортақ мақсатымыз. Бүгінгі біздің баяндамамызда осы мәселені тек қана жастар арасында емес, отбасында, білім беру мекемелерінде, балабақшада, жоғарғы оқу орны студенттеріне имандылық тәрбие туралы арнайы тәрбие сағаттарын, куратор сағаттарын ұйымдастырудың маңызы өте зор деп білеміз. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау саламат болыңдар.